Сенің еркектілігіңді құртатын 3 жаман әдет. Нөмір біріншісі рұқсат сұрау. Рұқсат сұрау ол аз жауапкершіліктің белгісі. Сен басқа біреуден рұқсат сұрайтындай кішкентай бала емессің. Сондықтан да өзін дұрыс деп санайтын нәрселерге рұқсатты өзінен өзін алып, жұмысыңды жасай бергенің дұрыс болар. Нөмір екіншісі өзгелерге ренжу. Саған егерде бір нәрсе айтса, немесе жасаса, сен соған қатты прям қаның қарай, басынан шатырың кетіп, өзіңді қорғау мақсатына тез жылдам сөйлей бастасан, саған кішкене демалып, бұл өмірде сенімен болып жатқан нәрселерден гөрі сенің сол нәрселерге қалай реагировать ететін маңыздырақ екенін түсінгенің абзал. Нөмір үшіншісі көп кешірім сұрай беру. Егер де сен көшеде кетіп баратып, иықпен қақ кетіп біреудің тұмсығын жарып берсең, онда кешірім сұраған дұрыс болар, тіпті қажет болар. Ал бірақ қалған жағдайда кешірім сұраусыз-ақ өзінің қалаған нәрселеріне қол жеткізуге болады.